Сәлем достар, қазақша мукбанг және менде бүгін бірінші рет қонақта Замира. Сәлем! Замираның өз каналы бар, онда тағамдар, рецепттер көрсетеді және алдымыздағы хинкалидің авторы осы кісі. Сондықтан бастайық, көрейік. Мен бірінші рет жеп тұрмын хинкалиді. Бірінші рет емес, мен бір жерден жегем, бірақ маған ұнаған жоқ мүлде. Мен үшінші жасап тұрмын. Енді. Мен ерекшелігі неде? Мысалы мантыдан. Бұл грузин халқының ұлттық тағамы. Бізде мысалы пельмен мантыны жақсы көрсе, ол кісілер өстіп грузинский хинкали жасайды. Білмеймін, бір ерекшелігі бар, дәмді. Бұлай мантыға ұқсайды. Бірақ бұл как пельмен сияқты суда пысады. Кетчунезді қойын екеумізге де, Бұл дәмді екен. Сен хинкалиін өйткені біздегі бір ресторанда жеп көргем. Ішінде бір специя ма, бір дәм болды да. Маған мүлде ұнаған жоқ. Олар не қосады? Зира қосады еще. А зира бізге как-то бөлек те тағам. Содан кейін тамақтың дәмі бөлек болып шығады. Өте дәмді. Көп адамдар сұраған. Хинкали түсіріш деп жаңа мантыны салған өзінде де. Хинкали сұрап жатқан көрермендер болған сіздер үшін. Арнайы канал жайлы. Бізде екеумізде видео түсіреміз. Бір дүниеге қызығады екенбіз. Сондай әңгіме болсын деп ойлағанмын. Қалай жалпы бастадың? Профессия, мамандық бойынша кімсің дегендей. Мен негізі мамандық бойынша филологпын. Қазақ тілі әдебиет мұғалімі. Мен де филологияда оқыдым. Журналистика бірақ. Бірақ ол мамандықпен жұмыс жасамаймын. Мен өзім бұрыннан осы ютубта алғаш басталған кезде мукбанг, АСМР басталған ең бірінші. Қызығып көретінмін, ұнайды маған өзіме. Одан кейін мукбанг басталды, одан кейін соларды қызығып көрем, бірақ как-то түсіргенге қорықтым ба, ұнамайды деп ойладым да, как-то бастаған жоқпын. Мен бірақ қазақша канал рецепт аштым. Өте ерекше. Көрсетіп қойын. Қашан? Карантин кезі ол бізде февраль ма? Март. Үйде отырдым. Негізі мен 2 жыл болды ойымда осы YouTube каналын ашқым келген, қиын. Бірақ сынынан қорқам. Өйткені бізде қазақтар сынайды ғой көп. Ан жер дұрыс емес, мын жер дұрыс емес. Дұрыс сөйлей алмасаң, содан как-то жасқандым ба. Аздап қорқып түсірген жоқпын. Содан карантинда бізде осы март карантин басталды. Жұмыс жоқ, отырдық үйде. Сол кезде бастадым. Аздап. Сол кезде басталған негізін ол менің хоббиім. Ал менің қосымша жұмысым, ол мен ресторанда жұмыс жасаймын. Өскемен қаласында бір жақсы ресторанда кондитер болып жұмыс жасаймын. Күшті адам өз қызығушылығын іске асырған кезде отбасынан, үйдің тірлігінен кішкене ойыңды бөліп кішкене, Қазір видео түсірмесем, как-то бір түрлі болып тұрам. Стараюсь. Мен 2 күн жұмыс істеймін, 2 күн үйде. Сол 2 күнім, 1 күнінде видео түсірем. Одан кейін келесі выходнойда уже каналға жіберем. Өйткені мен көп монтировать почему-то. Закадровый текст. Өйткені үйде балалар бар. Маған бір қыз жазып қойыпты, сіз видео түсіргенде қалай түсіресіз, сізге ешкім күлмей ма, бар тамақты жей қоясың жалғыз деп. Сондай қызық сұрақтар болып жатады.
видео үшін солай басында шынында да ұялатынмын. Қалай мен мысалы суши тапсырыс берген кезде қалай мен бәрін жалғыз жей саламын деп бір ішімде қызық сезім болатын. Қазір уже наоборот тапсырыс беріп қоямын, маған пісіріп берші деп. Негізі мукбангтың фишкасы, мен ойлаймын, алдыңа қойған тамақтың бәрін жеу керек. Иә, мен көрген кезде солай етемін, иә. Аяғын апарып көріп аламын, бірінші жеп болды ма жоқ па деп. Замираның каналына да мукбанг түсіреміз қазір. Роллы, суши роллы. Иә, суши мен түсірілгендер өте көп қаралым жинайды. Соны байқадым. Қазір трендта ғой сол суши роллы. Мен бірінші видеом, қазақша видеом суши роллымен болды да, өте көп просмотр жинады, иә? Мен басында ойладым, қазақша мукбанг осылай таралып кетті ма деп қуанып жүрсем, суши үшін ғой деп ойлаймын өзім. Бірақ сенің каналында басқа видеоларды жақсы просмотр жинап жатыр. Менде мысалы просмотр аздау. Өйткені мен осы карантинда бастадым, бір 8 ай болды. Менде ең күшті жарқ еткен это армянский лаваш. Почти 100 000 просмотр бар. Оны басынан өзін дайындадым, иә? Мен бір сатып алғанбыз только. Оказывается, мен ойлаған жоқпын, лавашты соншалықты қазақтар көреді, және соны қызығып жасайды деп ойлаған жоқпын. Мен өзім шокта болдым, шыны керек. Рахмет, өйтіп қарап, отзывтар жазатқандарыңызға вообще өзім соған мотивация болды. Одан кейін прям түсіре бергім келеді. Бірақ сондай қатты одан кейін жинаған жоқ просмотр. Менде еще қазақша ши бауырсақ деген бар рецепт. Вот сол жақсы просмотр жинап келе жатыр қазір. Оны осы влогтар еще түсіресіз, иә? Бірақ блог көп жинамайды. Мен инстаграмға түсірем сондай влог. Мен бастап түсірдім оны инстаграмға, бір мысалы қандай да бір салонның ашылуы немесе мейрамханалардың ашылуына барып түсірем. Мен осында келдім деп өзімді де түсірем. Солай бастадым. Содан кейін бізде карантин басталып қалды мартта. Ешқандай ашылу, ешқандай жиналу деген болмады, сондықтан тоқтап қалды. Сосын осы жолы бір мейрамхананы түсірдім. Инстаграмға өтіп көруге болады. Иә, Құрт энд Вайн деген ашылды. Қазақи тағамдарды қазіргі заманға сай етіп береді. Өте қызықты. Барып көру керек барлығын. Мен сол блогыңды көрдім, прям күшті, кәдімгі қазақи біздің өзіміздің ұлттық нақыштағы ою өрнектерді рамкаға салып, кәдімгідей әдемілеп қойған. Ол ешкімнің миына да келген жоқ мысалы, иә? Иә. Как картинка ретінде іліп қойғанға болады екен. Және де қазақи ұлттық тағамдарды басқа бағытта, басқадай подача береді. Соны ұсынады, бірақ мен өзім бар көрген жоқпын ол жерге. Осы жақында ашылған, иә ол? Соны ашқан кісі интервью алдым, айтады, біз қазақтың өнерін бір киіз үйде ғана тұратын өнер деп қабылдап алғанбыз дейді. Сосын оны дамыта алмай жүрміз дейді. Ал былай жаса қойғанда өте әдемі көрінеді деп. Иә, әдемі көрінеді. Мәзірінде де бұрынғы тағамдардың аттары тұр ғой. Мысалы көбін мен білмейді екем, сондықтан атам мен апамды апарамын деп ойлап жүрмін өзім жаңа жылдан кейін. Менде ата мен апа жоқ. Ол кісілер үлкен қайтыс болып кеткен. Қызығам атасы мен апасы бар кісілерге. Мен нағаш апам мен нағаш атам жоқ. 5 жыл болды нағаш атам қайтқанына. Нағаш апам осы жазда көтере алмай соны. Коронавирус? Жоқ, сол атаның қайтқаны ауыр тиді де, ауырып. Ал өз атам мен апам мен жанымда тұрады. Ылғи айтам бәріне. Рядом живут деп мамамды, апаларды.
Мен бірінші немеремін, бірінші балам, сондықтан олар әлі басқалармен салыстырғанда жас болып көрінеді. Көшеде көрем ғой, немересі жетелеп, апалар кетіп бара жатады ғой, шыт байлап алған, камзол киіп алған, қиын қызыға. Өйткені мен апам мен аталарым ерте қайтыс болды. Нағашы апам, атам қайтыс болғаннан кейін 2 жылдан кейін кетті. Одан кейін өз апам инсульт алып, төсек тартып жатты біраз уақыт, содан кейін өмірден өтті. Мен де нағашы апам инсульт алды, сол қазір ондай апалар бар ма? Камзол киіп жүретін? Бізде бар. Дворда бір апа бар, 85 жаста ма, ол кісі әлі жұмыс жасайды. Ойлашы? Қайда? Алдында мен дворға шыққан кезде ол кісі жүреді, и менің кішкентай балалармен жүрген кезде ол кісі қасыма келіп, ол кісінің 2 баласы бар. Ұлы ерте қайтыс болды, үйленбеген, артынан ұрпақ қалмаған. Сонымен кедей балаларды көрді да, қиын қызығып, сол кезде апа жылаған, сол кезде айтты, мен сұрадым, неше жастасыз деп. Ол кісі камзол киеді кәдімгідей, аяғында мәсісі бар. Қазір мәсісі киіп жүрген апаларды көрмейсің, иә? Шыт, қиын әдемі киінеді, бойы кішкентай жоқ апа. Шынар деген кісі, ол кісінің аты. Бірақ ол кісі видео көрмейді. Ол кісінің қызы бар, бірақ ол қызы осы Өскеменде тұрмайды, алыста тұрады екен. Апа жалғыз тұрады. Сол кісі айтады, маған кел, қонақ бол, үйде отыр, балаларды ал кел деп. Бірақ коронавирус болғаннан кейін қазір шықпаймыз, бірақ ол кісі жұмыс жасайды, бір органда жұмыс жасайды, государственный органда. Мені шақырған, мен сені жұмысқа тұрғызайын деген, кел деп. Бірақ өзімнің кондитерлік жұмысым өзіме ұнайды, сондықтан кондитер болып жүрмін. Маған да отырып қағаз жұмыс дегенді мүлде елестете алмаймын, қалай отырып күні бойы қағаздан бас алмай деген. Мен осы жолы бір жерге кірдім, маған айтты, өзімнің мамандығым бойынша Instagram желілерін жүргізесің, жаңалықтарды жазып саласың деп. Сөйтіп кірген кезде ол жерде тек қана қағаз жұмыстар екен. Қайтады бітпейтін отчет, Астанадан жібере береді, мынандай отчет тапсырымдардан. Содан неше ай отырдым, сентябрь, октябрь, ноябрьдің басы, 2,5 айдай отырдым. Мұғалім болса, қолынан қағаз кетпейді, отчет кетпейді. Өйткені мен студент болып жүрген кезде практика өте жыдық қой біз. 1 ай практикада болдым. Мен Семейде оқыдым бірақ. Семейде медколледжда. Ой, педколледжда. Сол кезде шаша кеткенсің ғой. Содан кейін мұғалім болып жұмысқа шықпаймын дедім. Былай мұғалім болған жақсы, мен қызығатынмын кішкентай кезімде. Мұғалім боламын деп ойлайтынмын. Просто мен мектепте оқып жүрген кезде всегда бізде мұғалімдер мені бастауыш сыныпқа ол кісінің уақыты болмаған кезде Замира кеп балаларға қарайды, сабақ береді деп сөйтіп ол кісілер мені тартқан. Сол кезде мен ойлағам, мен мұғалім болғым келеді деп армандайтынмын. Ал өсіп мұғалім оқуына түскен кезде ол менікі емес болып шықты. Өкінішке орай. Бірақ менің папам мен мамам мені кішкентай кезімде осы оқу жүрген кезде айтқан, сен повар бол деген маған. Тамақты жақсы пісірасың деп. Жақсы көрдім бе? Ал ол кезде повар деген мен үшін бір, қалай айтсам, күшті жұмыс емес болып көрінген ол кезде. Столовыйда жүрген кісілерге қарайтынбыз да, толық. Жоқ, мен онда повар болғым келмейді дейтін. Ал қазір ресторанда жүргеннен кейін уже шефтарды көресің, шеф-поварларды. Киінген киімдері, істеген істері, бұл үлкен творчество негіз бар ғой. Екінің бірінің қолын келмейді ондай нәрселер. Дегенмен өзіңнің қалауың бойынша
істеп жүрген, өз дипломыңа қарамай, шыдамай, өзіңе ұнамайтын нәрсеге, иә. сөйтіп жүрген адамдарды күшті деп білем өзім. Өйткені қанша адам білем ғой, экономист оқып алады да, бәрі бухгалтерді оқып алады да, сосын жүреді істегісі келмей күнде. Маған да қазір айтады мұғалім бол деп. Мұғалімдер қазір күшті табады деп. Иә. Ақша зарплаталары көп қой. Ең аз дегенде ол кісілер қазір категорияны, каждый раз категорияда өткен сайын категорияң өсе береді ғой. Сол мен таныс қыз бар, бір ауылда жұмыс жасайды, 250 мың зарплата алады средний. Мен естідім, дежурный сыныптар бар ғой, кезекші сыныптар деп айтама. Сонда сабақ беретін мұғалімдер айына 400 мың алады деп. Сол кезде мен тоже. Мұғалім болу керек еттім. Маған бірақ айтады, әлі де кеш емес мұғалім бол деп. Не хочу. Барым келмейді, менікі емес. Балалармен жүргім келмейді. Тем более менікі жоғары сынып. Қазақ тілі әдебиет, это получается менікі 5 пен 11-сі аралығы ғой. Маған қазақ тілі әдебиетті оқы. Журналист та бола аласың, былай да мұғалім де бола аласың деп. Мен енді тапсырғанда әдебиет тапсырғам 25 балам. 25-тен 25 ол кезде. Молодец. Бірақ соңында журналистикаға ақылы түрде оқыдым 4 жыл. Мен мүмкін грантқа түсіп кетші, мұғалімге тапсырсам. Бірақ өкінбеймін. Мен де осы YouTube каналға түсірейін деп ойлап жүрмін, влог. Бір қызықты күнім болса, мысалы, түсіре бастайын деген ой бар, әлі бастай алмай жүрмін. Өйткені қызықты күндерім жоқ қой, күнде бір сол жұмысқа барасың, үйге келесің, өзі Инстаграмға сторис түсіретінде уақыт болмайды, шынымды айтсам. Ұмытып кетсем. Мен жұмыста жүрмін, бізді шеф қарап тұрады. Бірақ қасымдағы қасымдағы ұлдар бар, жұмыс істейтін, қыздар бар. Бірақ ол кісілер білмейді, менде тек қана жұмыста бір бала ғана біледі. YouTube каналым бар, сол бала ғана көреді. Махмұд көріп атсам, сәлем, өзбек баласы. Қиын жақсы бала. Жұмыстағыларға көрсетпеуге тырысам, айтпауға. Өйткені видеода басқандай болып өзің істайсың да. Ал өмірде басқалай, сондықтан кішкене тәрбиелі болып жүрсің ғой видеода. Мен жаңа жерде істеп жүрмін да қазір. Өте ұзақ уақыт үйренемін жаңа адамдарға, сондықтан да. Тем более барасап, мен блогермін десең қызық көреді. Сенде қанша подписчик деп сұрайды ғой. Мен жанымда біреу менің стористарымды көріп тұрса, Инстаграмда ұяламын. Басқа жерде көрші деп сұраймын. Білмеймін не болады екен. Болады ғой блогерлер әр минутын түсіріп жүреді. Қалай әдетке айландырып ала ма, өйткені мен ұмытып кетемін, мысалы. Ең қызықты нәрселерді болып жатқанда өмірімде Инстаграм туралы ойлап тұрмайды екенмін. Өйткені олардың аудиториясы бар, өздерінің көптеген адамдары бар. Ол кісілерге түсіріп отыру керек, ол уже ауру, ол привычка болып кетеді. Ол кісілер таңертең тұраса, қолдарында сотовый телефондар тұрады. Сонымен ақша табады ғой олар. Бізде осы Өскеменде бір талай блогер бар. Иә. Бірақ олар араласпайды. Мысалы, семейдің адамдары мен былай сөйлесетін, КВН мен Жайдарманда ұйымдастырушы болып жұмыс істедім. Өзім ойнаған баяғыда. Сонда семейдің балалары таң қалатын, сендердің қалаларындағы адамдар мүлдем бөлек деп. Жайдағыда жүргенде, автобустарда отырғанда, көздерімен қарайды, өздерінше болып өздерін ұстайды деп. Сосын бір құрбым болды, олар да айтады. Біз мысалы бір кафеге барсақ, семейде, жанымыздағы столикте отырған адамдармен біз дос болып кетіп, ең аяғында бірге шығып кетеміз. Мұнда не таныспайды,
қыздар не сондай бір өзінше болған сияқты ғой. иә, сондайсыңдар деп не деді. Мен сенбей жүргенмін енді. Сосын осы соңғы жылдары шынымен де блогерлар бір-бірімен сөйлеспейді көбі. Білмеймін, қандай. Мен бір блогерді білемін Өскеменде. Тек қана ол ютубқа видео салмайды, инстаграмда дамытып жүрген. 5 жылдан ас кетті. Аты Әсел. Орысша сөйлейді. Білетін шығар кімді айтып отырғанымды. Ол, қалай айтсам болады, мен ол кісіге жазған, бірге видео түсір көрейік деп. Ол отказалась, түсірмеймін деді. А қандай видеоға ұсыныс жасадың? Мен YouTube каналыма мысалы неше түрлі торттар, рецепттер түсірем. Сол кезде айтқам, сіз маған келіп қонағым болыңыз дедім. Сіз екеуміз бір қызықты бір торт жасайық. Одан кейін сол тортты мен сізге өзіңізге подарыққа берем дедім. Ол кісі айтты, менің 1 сағатым 25 мың теңге деді. Содан кейін мен как-никак бай емеспін, олигарх емеспін, жарайды дедім. Ода 10 мың болған кезде мен интервью түсіре бастағым осы YouTube, осы каналда бар, астында қарасаңыздар. Сол кезде келіскем онымен. Бірақ сол кезде түсіре алмадық, бірақ ол келісті. Ешқандай сұраған жоқ ақша. Мен өзім қарапайыммын. Ешқандай ойым жоқ. Жаза берем. Мен де. Мен сені сөйтіп алдым ғой. Иә, мен Мадиарада солай жаза саламыз. Екеуміз де. Иә, мен де Мадиармен сөйлескем. Мадиарды білетін шығар. Ол да Шығыс Қазақстанның блогері, бірақ Семей қаласы. Тоже қарапайым бала бар ғой. Даже Гүлжанат деген блогерді білетін шығарсыздар, тоже ютубқа рецепттер түсіреді. Мен ол кісіге да инстаграмына сообщение жаздым, ол кісі маған жауап берді. Мен жаңа баста келе жатқан блогермін деп ол кісіге жазғам. Ол кісі маған айтты, каналың дамысын деп маған жақсы тілектерін айтқан. Мен де өзім айтам, қазір подписчиктарым өссе де осылай қарапайым болып қалу керек деп. Өйткені қарапайым болып бастаған кезде адамдар жазылды қарапайымдылыққа. Қазір адамдар жасандылыққа сенбейді. Иә. Қарапайым, шыншыл болу керек. Өйткені видеоны ар жағында көріп отырған кісілер сезеді оның бәрін. Сондықтан мен қазақша, орысша араластырып сөйлеймін. Өйткені мен таза қазақша сөйлей алмаймын. Өйткені Өскеменде біз таза қазақша сөйлемейміз. Иә, ол туралы айтқан. Бірақ мен видеоларда өте тырысам таза қазақша сөйлеуге. Өйткені бірақ көп тоқтап ойланып қалам, кейбір сөздер есіме түспей аударып. Иә, бірақ шынымен де араластырып сөйлейміз. Өйткені біз магазинға, қарапайым магазинға барсақ, орысша сұраймыз. Өйткені қазақ кісі тұрады, бірақ мен қазақша сұраған кезде ол чет не поняла деп шығады. Иә. Сосын кейін орысша сөйлейміз. Бір тойға жиналсақ, 10 шақты қазақ тұрады, ортасында бір орыс тұрса, бәрі орысша сөйлейді. Чтобы ана кісі түсіну керек. Мен көрдім видеоларда холодильникке салып қоямыз деген сөздерді. Как есть дейді ғой. Солай сөйлейміз шынымен де. Қарапайым қазақтың жалпақ тілі. Хинкали ұнады ма? Иә, өте дәмді. Мен ойладым, бәр хинкалisi мен ана жерден жеген сияқты деп ойлағам. Олай емес екен. Өте дәмді, рахмет. Ас болсын. Видеоларда да неше түрлі тағамдар көрсетеді Замира. Сондықтан өтіп көріңіздер. Өте қызық. Мен міндетті түрде сол рецептер бойынша дайындап көремін. Нәрсе білмеймін не екен, әлі шешкен жоқпын да.
өте көп қызықты рецепттер. Сіздер сұраған хинкалиді түсірдім. Ең бірінші менің қонағым каналымдағы. Рахмет келісіп келгеніңе. Алдағы уақытта да осындай дәстүр жалғасын табады деп ойлаймын. Және де осы видеоның астында сілтеме болады Замираның каналына. Қазір мукбанк түсіретін боламыз, сол мукбанкқа қоятын шығармыз сілтемені. Сондықтан өтіп міндетті түрде қараңыздар. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Ол бізге үлкен мотивация береді шынымен де. Міндетті түрде пікірлеріңізді, комментарияларыңызды жазыңыздар, жақсы отзывтар жазыңыздар. Біз шамамыз келгенше старать еттік. Мүмкін бір сұрақтарыңыз болса бізге жаза отырыңыздар. Егер алдағы уақытта түсіріп жатсақ, жауап береміз міндетті түрде түсіреміз. Сондықтан рахмет. Келесі видеоға сау болыңыздар.